83-тегі әженің хаты. Бірде батыс газеттерінің бірінде 83 жастағы әженің құрбысына жазған хаты жарияланады. Тақырыптың астында «Неғұрлым ерте оқысаңыз, соғұрлым өзіңізге жақсы» деген сөйлем басылыпты. Хатта не жазылған дейсіз ғой? Тыңдаңыз. Қымбатты Берта, бүгін мен 83 жасқа толдым. Осы уақытқа дейін көрген білгенімді сенімен бөліссем деймін. Сенің жасың 60-та. Егер маған осыдан 23 жыл бұрын біреу осындай хат жазса, шексіз бақытты болар едім. Қазіргі кезде мен уақытымның көп бөлігін кітап оқуға арнаймын. Есесіне шаңды аз сүртемін. Жылыжайда күнге қыздырынып ұзақ отыру мүмкін. Мені тіпті қаулап кеткен арам шөптерде алаңдатпайтын болған. Өмірді күйбең тіршілікпен емес, қуанышпен өткізу керек екенін енді түсіндім. Бұрынғыдай барлығын үнемдеймін деп әуре сарсаңға түспеймін. Әдемі ыдыс, әдемі заттарды мерекені күтпей қолдана беретін болдым. Тіпті дүкенге шықсам да ең әдемі киімімді киемін. Бұрынғыдай ұсақ түйекке жүйкемді құртып ашулануды да қойдым. Дүкендегі дөрекі сатушы да, үйдің бітпейтін шаруасы да, үйдің жанындағы үйілген қоқыс та маған әсер етпейтін болған. Күнде таңертең өз-өзіме, бүгін жер бетіндегі соңғы күнің болса, қалай өткізер едің деген сұрақпен оянамын. Өзімді осылайша ынталандырып қоямын. Күнімді барынша мағыналы, қызық қылып өткізуге тырысамын. Өмір 2 рет берілмейді. Өмір біреу ғана. Жер бетінде құр сүлдерін сүйретіп жүргендер көп. Шіркін, олар бір сәт менің орнымда бола алғанда ғой. Сонда қалған жылдарын мүлде басқаша өткізер еді. Өмірді сүре білу керек екен. Әр сәтіңнен ләззат ал Берта. 83 жыл көзді ашып жұмғандай өте шықты. Сенікі де, оныкі да, барлық адамдыкі де солай өте шығады.